Қайырлы күн балалар, мұнда 541 есепте сіздерде мысал үлгі көрсетілген екі аралас санның қосындысы түрінде бүтін санды шығар дейді. Ең бірінші біз бұл жерде білуіміз керек, жай бөлшек пен жай бөлшектің алымы да қосындысының нәтижесінде алымы да бөлімі де бірдей сан болса, ол бізде бір бүтінді береді. Мысалыға 7-ден 3 қосу алымы бөлімі 7 болды ма, онда алымының қосындысы 7 болатындай бір сан табуым керек. Яғни 3-ке нешені қосқанда 7 болады? 4, сонда 7-ден 7 болады. 7-ден 7 деген ол бір бүтінді береді. Енді мен бұл бір бүтінді таптым. Енді қалған бүтіндерді, мысалы үшін сізге 3 бүтінді беріп отыр ғой мына жерде, 3 бүтінді. Онда бір бүтінін осы жаққа жібереміз де, қалған 2 бүтінін аралас санның бүтін саны ретінде аламыз. Мысалыға, кеттік бірінші есепте. 3 бүтін дегеніміз ол бір бүтінді жай бөлшектерін қосындысы деп санасақ, ар жағында 2 бүтін қалады. 2-ні 2 жай бөлшекке бір бүтіннен аламыз. 1 бүтін кез келген санды алсақ болады. Мысалыға мен 12-ні алам. 12-ден 9 қосылған 1 бүтін 12-ден 3 болады. Не себепті 3-ті алдым? Себебі 9-ға 3-ті қосқанда бөліммен бірдей сан болатындай етіп. Енді осы жерді шығаратын болсақ, 1 бүтінге 1 бүтінді қоссақ, ол 2 бүтін болады. 12-ден 9-ға 12-ден 3-ті қоссақ, 12-ден 12 ол бізде 1 бүтінді береді. Сонда бастапқы біздің 3 бүтініміз шықты. Дәл осылай екінші есепті шығаратын боламыз. 5 бүтін дейді. 5 бүтін. 5 бүтіннің 4 бүтінін аламыз. 4 бүтінді мысал үшін 3 бүтін деп алайық біреуін 1 бүтін деп алайық қосындысы ретінде. Енді кез келген жай бөлшекті жазамын. Мысал үшін мен 9-ды жазам. 9-дан 3 қосылған 9-дан енді 3-ке нешені қосқанда 9 болады. Мен 6-ны алам. Не үшін? Себебі 3-ке 6-ны қосқанда ол 9 болады. Сонда 3 бүтінге 1 бүтінді қоссам 4 бүтін. Жай бөлшектердің қосындысы 1 бүтінді береді. Сонда 5 бүтініміз шығып отыр. Келесі 8 бүтін. Яғни 8 бүтіннен 1 бүтінді алып тастаймын. 7 қалады. 7-ні 2-ке бөліп жіберемін. Яғни 2 аралас санның қандай да бір 2 санның қосындысы етемін. 7-ні мысал үшін 4 пен 3 деп алсақ болады. 4 пен 3-тің қосындысы. Демек, мына жерге мысалы мен 6-ны алайын. 6-тан 5 қосу 6-тан 1. 5-ке 1-ді қоссам 6, 1 бүтінді береді. 4-ке 3-ті қоссам 7, жаңа 1 бүтінмен 8 бүтінді беріп отыр. Келесі соңғысы 9 бүтін. 9-дан 1-ді алам 8. 8-де қандайда 2 санның қосындысы етіп алам. Демек, 8, 5 пен 3-тің қосындысы етіп алсам болады. Енді жай бөлшектерін жаза саламын. Мысал үшін мына жерге 5-ті жазайын. 5-тен 3, 5-тен ал онда 2 болады. Болды. Осымен есеп шықты. Келесі есеп қарастыратынымыз ол біздің 542-ші есеп. Бұл мүлдем басқа есеп. Бұл жерде біз жай бөлшектерді аралас сандардың қосындысын орындауымыз керек. Бірінші есептің берілген осылай екен. Ең бірінші не береміз біз бұған? Ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім беру үшін 15 пен 25-тің ең кіші орта еселігін табу үшін үлкен санға қараймыз. 25. 25-ті 2-ке көбейтем 50, 15-ке бөлінбейді. 3-ке көбейтем 75, 75 ол 15-ке бөлінеді. Демек, мен ортақ бөлімді 75 етіп аламын. Мына жерге жазып қояйын, шатыспас үшін 75. Демек, мынаны 3-тен берем 75 болады. 75-ті 15-ке бөлсем, ол 5-тен тиеді бізге. 5, тоқтауыш көбейткіш. Енді жазам. 3 бүтінге 2 бүтінді қоссақ 5 бүтін. 5 алымы қосу 21 болады. Сонда 5 бүтін 75-тен 26 болды. Келесі екінші. Енді
15 үлкен сан. 15-ті 1-ге көбейтсем 15, 10-ға бөлінбейді. 15-ті 2-ге көбейтсем 30, 10-ға бөлінеді. Демек тоқтауыш көбейткіш 2-ден, мұнда 3-тен болады. Сонда 9 бүтінге 2 бүтінді қоссам 11 бүтін, бөлімі 30, алымы 7-ге 3-ті көбейтсем 21, 2-ге 2-ні көбейтсем 4. Сонда 11 бүтін 30-дан 25 болды. 30 бен 25-ті қысқартуға болады. 5-ке қысқарады, демек 11 бүтін. Алымын 5-ке бөлсем 5 болады. Бөлімін 5-ке бөлсем 6 болады. Келесі есеп, үшінші. 18 бөлімі 18, біреуінде 12 екен. Демек мен бұл жерде 18-ді натурал санға көбейтуді арқылы еселігін табуды үйренемін. Сонда 18-ді 2-ге көбейтсем 36, 36 12-ге бөлінетіні хақ. Демек мұнда мен 36 болу үшін 3-тен берем. Мұнау жаңа өзіміз айтқандай 2. 9 бүтінге 6 бүтінді қосам 15 бүтін. Бөлімі 36, алымы 10 қосылған 3 болады. Сонда 15 бүтін 36-дан 13. 13 пен 36 қысқарама. Екеуі де бірдей санға бөлінемі? Әрине бөлінбейді, демек есеп осы күйінше қалады. Келесі, төртінші есеп. Төртінші есеп. 1 бүтін. Бұл жерде 12 мен 9 екен. 12 мен 9. Демек, 12-ні көбейту арқылы. 12-ні 2-ге көбейтсем 24, 24 9-ға бөлінбейді. 12-ні 3-ге көбейтсем 36, 36 9-ға бөлінеді. 36 болу үшін мұнда 4-тен берем. Мұнда 3-тен берем, 1 бүтінге 3 бүтінді қоссам 4 бүтін. Бөлімі 36. Алымы 3 жетім 21. Қосу 20. Демек бізде 4 бүтін. 36-дан 21-ге 20-ны қоссам 41. Не шықты бізде? Бізде бұрыс бөлшек шығып қалды. Бұны дұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. Сонда 41-ді 36-ға бөлсек 1 бүтіннен айналады, бір рет кездеседі ішінде. Сол 1-ді де 4 бүтінге қосам, сонда 5 бүтін болады. 36-дан 41-ді 36-ға бөлгенде неше қалдық қалады? Әрине 5 қалдық қалады, сонда қалдықты алымына жазатын боламыз. Келесі, 5-ші есеп. 5 бүтін 24-тен 5, қосу 2 бүтін 6-тан 1. 24 6-ға бөлінеді. 4-тен тиеді, жазып қойдым. 5 бүтінге 2 бүтінді қоссам 7 бүтін. 24-тен 4-ті 1-ге көбейтсем 4, мына 5-ті қоссам 9. 24 пен 9 қандайда бірдей санға бөліне ма? Екеуі де бөлінетін сан бар ма? 3-ке бөлуге болады, яғни 3-ке қысқартамыз деп айтамыз. 24-ті 3-ке қысқартсақ 8, 9-ды қысқартсақ 3 болады. Келесі, соңғысы 6-шы есеп. 15-ті 2-ге көбейтсем 30, 12-ге бөлінбейді. 15-ті 3-ге көбейтсем 45, ол 12-ге бөлінбейді. 15-ті 4-ге көбейтсем 60, ол 12-ге бөлінеді. Демек, мұнау 4-тен 60 болады. 60 12-ге бөлсек 5. 5-тен берем. 3 бүтінге 4 бүтінді қоссақ 7 бүтін. 60 болды. 5, қосу 4 2 8. Сонда 5-ке 8-ді қосамыз 13. Сонда 7 бүтін 60-тан 13 болады. Егер сізге есеп түсінікті болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз.